Бейшараның киімін кисең, ешқашанда ақшаң болмайды бұл өмірде. Осы сорлаған қалпыңда дымсыз өмір кешесің. Сондықтан Жанбота, егер бай, бақуатты өмір кешкің келсе, онда таңертең киіп тұрған киіміңе, яғни өзіңнің ішкі сезіміңе мән беруге тура келеді. Дәл қазір мен қандай киіпте тұрмын, қандай сезімдерді әлемге шағылысып тұрмын деген сұрақты өзіңе қойшы, и сразу алда киіміңді ауыстыр. Яғни сенің өміріңе ақша келу үшін сенің личностың, болмысың, сенің өз-өзіңді ұстауың бәрі алмасу керек. Сондықтан сразу бейшараның киімін алмастыр да, күніне даже будильник қойып өзіңе. Күніне 10 рет киш өзіңді. Мен, әлем мені жақсы көреді, мен баймын, бақуаттымын деген сезімдерді жасап көрші. Бір апта ерінбей, менің сөзіме жаңағы қарсы пікір жазбай. Бір аптадан кейін кәдімгідей сенің потогың ашылып, кәдімгідей күтпеген мүмкіндіктер алдыңнан шыға бастаған көре бастайсың. Сондықтан Жанбота, егер сен бейшараның кейпінде, соның киімінде өзіңді әлемнен никчемный сезініп, елдің бәрі бақытты сияқты күн кеше беретін болсаң, онда сенің ешқашанда ақшаң болмайды. Сондықтан ақша ағылып келу үшін сенен шағылысатын сезімдер, саған келетін ойлар, сенің өз-өзіңді ұстауың, осының бәрі алмасуы керек.